Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағы бөлім тақырыбы көлік және жол белгілері. Морфология бөлімі. Сабақтың тақырыбы автокөлік тарихы. Оқу мақсаты. Оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін нақты ақпаратты табу үшін оқу. Әдеби тіл нормасы бойынша сын есімнің шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану. Сын есімнің шырайлары. Бағалау критерийлері. Мәтін мазмұнын түсінеді, сұрақтар арқылы нақты ақпаратты анықтайды, сын есімнің шырай түрлерін ажыратады. Енді балалар, бүгінгі тақырыбымызға сәйкес мәтінді мұқият тыңдаңыздар, мазмұнын естеріңізге сақтап отырыңыздар. Автомобиль сөзінің мағынасы өздігінен қозғалатын, жолаушыларды және жүкті тасымалдауға арналған дөңгелекті көлік түрі болып табылады. Автомобиль кем дегенде 4 доңғалағы бар, өз энергия көзімен қозғалысқа келтірілетін көлік құралы. Автомобильді тек бір өнертапқыш бір күнде ойлап шығармағаны белгілі. Автомобиль тарихы бүкіл дүние жүзінде болған автоэволюцияны қамтиды. Қазіргі автомобильді 100 мыңнан астам адам ойының жемісі деуге болады. Автокөлік тарихын айтқанда, алғашқылардың тізімінде қозғалтқышты көліктің теориялық есептеулерін суреттеген Леонардо да Винчи мен Исаак Ньютон тұруы заңды. Өздігінен қозғалатын көлік түрлерін жасап шығару талаптары 17 ғасырдан басталғаны белгілі. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында электр және бу қозғалтқыштары автомобильдер бензинді автомобильдерге ығыстырыла бастады. Америкалық кәсіпкер Генри Форд моделін жасап шығаруы және 1913 жылы оны шығаратын арнайы конвейердің өндіріс көлемінің артуы есебінен автомобиль бағасы арзандап, көпшілікке қолжетімді көлік түріне айналды. Уақыт өткен сайын әлемдегі көліктердің саны ғана емес, түрі де көбейіп келеді. Қазір үлкен көшелерде өте шағын автокөліктерде жүретін болды. Мысалы, Ұлыбритания азаматы Перри Уэткинс жасаған ойынды ап көлігінің тұрқы адам таңғаларлық. Биіктігі 104,4 см, ені 66,04 см, ұзындығы 132,08 см. Осындай шағындық арқасында бұл көлік 2009 жылы 9 мамырда Гиннес рекордтар кітабына енген. Автокөліктердің сатылым бағалары да адам ойына сыймастай өзгеріп отырады. Әлемдегі ең қымбат автокөлік Ferrari 250 гид. 1963 жылы шыққан бұл модельді 2010 жылы DJ Крис Эванс 12 миллион фунт стерлингке сатып алған. Атаңызға айналған автозаводтың төл туындысы саналатын аталмыш автокөлік талайдың көзін қызықтыруда. Ал құрметті оқушылар, мәтін мазмұны бойынша бірінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: автомобиль сөзін қалай түсіндіңіз? Екінші сұрақ: автомобильді кімдер ойлап тапқан? Қай ғасырдан бастап автомобиль шығарған? 1913 жылы шығарған көлік қандай болды? Ұлыбритания азаматының жасаған көлігі туралы не білдің? Ең қымбат автокөлік қалай аталады? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, сіздердің алдарыңыздағы дескриптор мәтін мазмұнын түсінеді, сұрақтарға жауап бере аласыздар. Екінші тапсырма: мәтін мазмұнын төмендегі хикая картасы әдісімен талқылаңыздар. Бірінші мәтіннің негізгі тақырыбы не? Бірінші ақпарат, ең басты ақпарат, екінші ақпарат, үшінші ақпарат, төртінші ақпарат, ең соңында мәтін мазмұны бойынша түйін өзіңіздің ойыңызды жазасыз. Дескриптор: мәтін мазмұнын түсінеді, негізгі ақпаратты анықтайды. Ал енді оқушылар, әдеби тіл нормасы бойынша бүгінгі сабағымыздағы сын есімнің шырайларымен танысайық. Дүниедегі заттар мен құбылыстардың сыны, сапасы, түрі, түсі және белгілері үнемі біркелкі бола бермейді.
Олардың арасындағы сапалық белгілердің ерекшелігін білдіру үшін сындық мағынаны білдіретін сөздерге шырай жұрнақтары жалғанады. Сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайлары болады. Сын есімнің шырайларының жасалу жолына тоқталатын болсақ, салыстырмалы шырайдың жұрнақтары рақ, рек, ырақ, рек. Мысалы, қызылырақ, көбірек. Келесі жұрнақ дау деу, тау теу, ұзындау, көптеу. Мысалы ретінде. Екінші түрі күшейтпелі шырай, күшейткіш буын арқылы жасалады. Қып, сап күшейткіш буындар. Мысалы, қып-қызыл, сап-сары, әп-әдемі. Екінші жасалу жолы өте, тым, аса және тағы басқа сын есімдер арқылы жасалады. Мысалы, өте қызыл, тым биік, аса әдемі, аса көрікті. Осылай сын есімнің шырайларының жасалу жолдарымен таныстыңыздар. Енді оқушылар осы ережемізге сәйкес үшінші тапсырманы орындайтын болсақ, берілген сөздерге шырай жұрнақтарын жалғап жазыңыз. Жұрнақтар: рақ, лау, рақ, деу, рек, рек, тау, деу. Берілген сөздер: жарық, үлкен, кең, дәмді, дәл, ұзын, жұмсақ, ауыр. Дескриптор: сын есімдердің шырай түрлерін ажырата алады. Мысалы, жарығырақ, үлкен, деу. Ары қарай өздеріңіз жасап шығасыздар. Енді оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда нені үйрендік? Бірінші, мәтін мазмұнын түсіндіңіз, автокөліктер тарихымен таныстыңыз, сұрақтарға жауап бердіңіз, негізгі ақпаратты анықтадыңыз, сын есімнің шырайларымен таныстыңыз. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе 3-2-1 әдісімен рефлексия жасасақ. 3 нақты ақпарат. Бүгінгі сабақта сіздегі нақты ақпарат не? Сол туралы айтасыз. 2 қиыншылық. Қандай 2 нәрсесіге қиындық тудырды? 1 ұсыныс. Осы бүгінгі сабақ бойынша ұсынысыңызды айтасыз. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.